Ассаламу алейкум, армысыздар құрметті көрермендер. Бүгінгі әулие-ата дін тамдық бағдарламасының қонағы Қибатлы Тарази мешітінің имамы Бақытұлы Нұралы ұстаз. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы бақытты отбасы болудың сыры туралы сөз өрбітетін боламыз. Құрметті Нұралы ұстаз, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұралы ұстаз, бақытты отбасы болу үшін балаларды қалай тәрбиелеу керек, осы жөнінде сөз өрбітіп берсеңіз. Жақсы, бисмилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Жалпы бұл адам баласының перзенттері, ол мына көктемгі күнгі отырғызатын көшетіміз секілді. Ол көшетімізді, ол дарағымызды қисық отырғызсақ, ертең қисық болып, ол сондай бір дұрыс емес, бір ұрпаққа айналады. Сол себепті бала шағаны жастайынан дұрыс тәрбие беруіміз керекпіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында пайғамбардың сахабасы Омар ибн Хаттабқа бір кісі өзінің баласын алып келеді. Мынау маған қарсы шығады, маған дөрекілік көрсетеді дегенде, сол кезде пайғамбар сол балаға қарап тұрып: "Ей пәленше, сен ата-ананың хақысын білмейсің ба? Бала ата-анаға толығыменен бойұсыну керек. Егер бойұсынбаған жағдайда сен Аллаға күнәһар боласың" деген кезде бала әбден мұқият тыңдап болып пайғамбар саллаллаху қарап айтады: "Жақсы", дейді, "баланың ата-анасының алдында хақысы бар екен, енді ата-ананың баласының алдында хақысы бар ма?" дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху әрине бар, ол ең бірінші балаға дұрыс ат қою дейді. Сол себепті атам қазақ не дейді? Балаға дұрыс есім берсе, ол тағдырының дұрыс жазылуына бір себепші болады дейді. Сондықтан бірінші балаға есімді таңдау керек екен. Екінші, діни білім беру. Яғни дүнияуи болсын, діни білім болсын, жалпы баланың көзін ашу, баланы сауаттандыру. Үшінші, ол баласына текті жерден қыз алып беру, өзінің ұрпағы текті болып тарқау үшін. Сол кезде жаңағы кішкентай бала айтады: "Ей Алланың елшісі", дейді, "сіз айтып тұрғанның үшеуінде мына әкем маған істемеген", дейді. "Біріншіден менің анамның кім, қандай тектен екендігін білмеймін, құл базарынан сатып алған күң әйел", дейді. "Ал енді менің атым Қара Қоңыз", дейді. "Бәрі мені мазақтайды", дейді. "Үшінші, бұл маған бір әріпті үйретпеген", дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи: "Сен өзіңнің қолыңмен өзіңнің балаңды өлтірген екенсің, бар енді кет, өзің осыны түзеп ал", дейді. Қараңыз, бұл жердегі не мақсат? Ата-ана өзінің өсіріп отқан бала шағасына дұрыс тәрбие бермесе, оны көше тәрбиелейді. Көше тәрбиелесе, қазіргі заманымызда көріп жатсыз, қаншама бүлік, жаман нәрселерді, қылықтарын көрсетіп жатыр, қызға ұқсап кетіп жатқандары бар. Міне көше тәрбиелеген ұрпақ сондай болады. Сондықтан ата-ана дұрыс жұмыс істеу керек, отан алдында қызметін қылу керек. Бірақ өсіріп отқан бала шағасы да жүрегінің бір бұрышында жүрмесе, ол қиын болады. Сондықтан кейде атам қазақтың айтқан сөзі бар, жаңағы алматалы жемісін өзінен алысқа төкпейді, дейді. Ол бұрынғы заманға істетсек болады бұл мақалды. Қазіргі уақытта ата-ана баласына жіті қадағаламаса, оны бала шағаның тәрбиесі өте бұзылып кету қаупі бар. Сондықтан осы бала шағаның тәрбиесіне осы жағынан көп көңіл бөлуіміз керекпіз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір кісінің баласы жаңағы құрманың піспеген төбесіндегі жейді екен да, астындағыны жемейді екен. Сонда жаңағы құрма баушы баланы ұстап алып келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жетелеп алып келеді ғой. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, егер де баласын әкеге ана жетелеп алып келсе, бала бәрібір жасқанып тұрады. Пайғамбар психолог балаға қарады да, ол жасқанып тұрған білді: "Балақай, ассаламу алейкум", деді. Баланың жүрегі жібіп қалды. "Келе ғой балам", деді да, қолынан ұстады да құрма талдың астына апарып, жаңағы пісіп түскендердің дәмін көрсетті да, құрманың төбесінен алып, оның дәмін көрсетті. "Қайсысы тәтті", деді. "Бала, жерге түскені тәтті", деді. "Ендеше сен мына жерге түскені же, осы тәтті болады", деді. Бала одан кейін құрма талдың ағашының жемісін жерге түскенін ғана жейтін болды. Біз балаға тек қана ұрсамыз да қоямыз: "Мынандай нәрсе істеме, мынандай нәрсе істеме", дейміз. Оның жолын көрсетпейміз. Мысалы, сіздің үйіңіздегі қабырғасын бала қаламмен сызып жатса, барып құйрығымен бір ұрады да "сызба" деп айтамыз. Жолын көрсетпейміз. Жоқ, осыны бір қағазды алып, қолымызға қаламды алып, міне бұны қағазға саласын деп көрсететін болсақ, екінші бала қабырғаға сурет салмайтын болады. Сондықтан балаға біріншіден тәрбие берген кезде жолын көрсетуіміз керек. Осы жағы біз ұтамыз иншалла. Жақсы. Енді осы балалар тәрбиелеу үшін бұл жерде ата-ананың рөлі маңызды ғой. Сол қазіргі жаһандану заманда заманауи ата-аналардың қандай қасиеттер болу керек? Сол ана мен әкенің рөлі жайлы айтып кетсеңіз, дінімізде не дейді бұл жөнінде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Бұхариде келген хадисінде айтады: "Әл-мар'ату ра'иятун фи байти заужиха", дейді.
әйел адам өзінің күйеуінің үйіндегі барлық нәрседен сұралынады дейді. Бұның ішіне хадистің шартында бала шағаны кіргізіп жібереді. Біріншіден, үйде отырған ана осы бала шағасына тәрбиеге жауапты. Әрине әке де жауапты, бірақ әке түздің адамы болғандығы себепті ол әке осылардың барлығына жауапты болады. Осы хадистің ішінде айтады, ер кісі әйеліне бала шағасына жауапты дейді. Ал әйел адам өзінің бала шағасына жауапты дейді. Сондықтан әке менен ананың рөлі бала шаға тәрбиесінде бұл ең маңызды мәселе. Ол бір. Екінші, бала шағаның тәрбиесінде әке менен ананың сыр сандығы бір болу керек. Ана бір бәлені жасырып қалмау керек баласынан. Баласынан бір ерсі қылық көрінсе, оны ана жасырып қалмау керек. Өйткені аналар жұмсақ келеді. Бір кісінің қызының аяғы ауыр болып қалған, 9 оқитын, сөйтіп әкесі өте мықты қатал болған. Соның әкесі айтып жатыр, мен үйге келіп айқайлап қаталдығымнан түк шықпады. Нәтижеде қызым мен анасы сырлас болған, сөйтіп қатарынан құр қалмасын деп түннің ішіне терезені ашып, баласын, қызын дискотекаға жібереді екен. Нәтижесінде аяғы ауыр болып қалған. Мен дейді, сол әйелімменен егер бір сыр сандығым бір болған кезде дейді, бала шағаның тәрбиесінде екеуміздің үлесіміз бір болатын еді. Тек қаттылықтан ештеме шықпайды екен дейді. Сондықтан бала шағаны тәрбиелеген кезде тек қаттылық қылатын жер бар, бұзықтық қылған кезде деген сияқты. Бірақ басым көпшілігі балаға ол жұмсақтық. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаны есіме шығып отыр, бұл Бұхариде келген хадис. Бір асты келіп, әркімнің алдынан жеп отырады бір табақтан. Сол кезде, я ғулам дейді, пайғамбар баланы қолынан ұстайды, жұмсақ қана. Сәммиллахи, Алланың атымен бисмилля деп бастайды дейді. Ва кул би яминика, оң жағыңмен жене дейді. Содан кейін үшінші жалғасын айтады, уа мимма ялика, өзіңнің алдыңнан ғана же дейді. Енді сол сахаба айтып жатыр, сол табиғат пайғамбар айтқаннан бастап менің осы өміріме өрнек болып қалыптасып кетті дейді. Қараңыз, пайғамбар қатты ұрысқан жоқ. Ей бала деген жоқ, ей балақай, Алланың атымен баста, оң қолыңмен же, және өз алдыңмен же деп жай айтты дейді. Сол менің бойыма табиғат болып қалыптасып кетті дейді, өле өлгенше дейді. Қараңыз, сонда бұл бала шағаға қаттылықтан гөрі жұмсақтық, өзі қазақта айтады ғой, жылы сөйлесең жыланнан шығады, қатты сөйлесең қылыш қынынан шығады дейді. Сондықтан бала шағаның тәрбиесінде қаттылық қылғаннан гөрі жұмсақтықты көбірек істеуіміз керекпіз. Ол бір. Екінші, ата-ана, әке менен ана осы бала шағаның тәрбиесінде өздері бір-біріменен сырлас болып, бір-бірінен не алып отыру керек. Отчет дейміз ғой, есеп алып отыру керек. Сондықтан сол кезде біз бала шағамыздан жемісті көреміз. Ал егер де ана бір нәрсені жасырып қалатын болса, ана баланың екі алғанын жасырып қалатын болса мектептен, ана баланың қыздың екі алғанын жасырып қалатын болса, онда ол төмендегеннің үстіне тәрбиесі төмендей береді. Сондықтан осы жағынан әке мен шеше сырлас болу керек. Жақсы. Енді қазір таңда өзіңізге белгілі ұрыс керіс, тұрмыстық зорлық зомбылық деген өте актуалды болып отыр. Осылардың алдын алу үшін жалпы отбасында қандай құндылықтар болу керек? Бірінші, Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады, ар-рижалу қауамуна аля ниса. Ерлер олар әйелдерге үстемдік құрушы дейді. Осы үстемдік құрушы дегенді біз дұрыс түсінбей жатамыз. Негізі Құран-ы Кәрімде осындай аятта айтса да, Алла тағала айтады, сендердің әйелдеріңнен бір жамандық көрінше, оған сабыр ететін болсаң, Алла тағала оның астына көп жақсылық жасырып қоюы мүмкін дейді. Енді мен осы аятты мына Қадыр Мырзалиев атамыздың сөзіменен ұштастырғым келеді. Қадыр Мырзалиев керемет бір сөзді айтады. Кімнің үйінде ұрыс болмайды десең, еркегі соқыр, әйелі керең адамның үйінде ұрыс болмайды дейді. Бұны екінші бір сөзбен түсіндіруге болады. Әйел адам құлақпен жақсы көреді, еркек ол көзбен жақсы көреді дейді. Сондықтан үйге кірген кезде әйел адамның кейбір кемшіліктерін еркек көрсе де көрмегенсіп соқыр бола қалса, әйел адам еркек мен үйдің қожайынымын ғой деп кейде бір дөрекі сөйлеп қалған кезде оны құлағынан сүзіп жылы сөз қылып өткізетін болса, онда ол үйде берекет болады. Ал берекеттің кетуі, үйдегі ұрыс жанжалдың болуы, екі жақтың бір-біріменен ерегісуі, керісуі осы нәрседен шығады. Сондықтан да бұл мақсатта әйел адам ашу келген кезде ер адам ашуын баса салу керек, еркек ашуланған кезде әйел адам төмен бола салу керек. Сол кезде ол отбасының айрандай үйіп, отбасын сақтап қалуға осы мүмкіншілік көп болады. Сондықтан ол бір. Екінші, жастар үйлене салады, бір-бірінің мінезіне шыдамай ажырасып жатады. Негізі ғалымдардың тұжырымдамасында
екі ерлі зайыпты егер мінезі бір-біріне сай келмесе, ұзағы менен 5 жылда бір-бірімен үйренісіп сай болып кетеді дейді, ұзағымен 5 жылда. Біздікі сол алдыменен түріне қарап үйленіп, мінезіне қарап ажырасып жатады. Енді түріне қарап үйлендің ба, оның мінезіне де сабыр ет. Кейін екеуің бір-біріңменен үйлесіп қалыптасып кетесің. Сондықтан Құран кәрімде Аллах тағала ол жұп-жұбыменен жараттым деді. Сіздің жұбыңызды, келінді сізге лайықты қылып жаратты, менің әйелімді маған лайықты қылып жаратты. Сондықтан үйленген адам, мынау менің вкусымдағы әйел емес екен деп ойламау керек. Соның тағдырына жазылған әйел, сонымен сол әйелдің қалай тілін табуға тырысу керек, әйел адам ол ерінің тілін табуға тырысу керек. Сол кезде бала жетім қалмайды, әйел жесір қалмайды. Жақсы. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.